Қыздар, қазір мен не айтып, өсек айтып алмаймын. История айтып отырып, сурет салатын боламын. История туралы. Историям қандай болған. Шыны өмірде болған. Түсімде емес. Кетпейдіңіз. Короче, көздерім деген досым болған. Ең жақын құрбым. Короче, достарым болған. Раби екенсің ғой. Сосын біз олармен, короче, ойнап, оларды үйге шақырамыз. Сосын сол кезде мама кетіп қалған. И вот олар деген үйге кіргеннен көзір деген қыз маманың қалтасындағы тиынды қарады. Не үшін қараған білмеймін. Мамаңда ақша бар ғой деп кіре берді ішке. Мен Раби сол кезде иә деп екеуміз қарап тұрып қалдық. Не үшін екенін білмеймін. И олар кіре берді. И олар мен қарным ашып кетті. Магазинге қайтпасам, табасам үйде ақша мамадан сұраймын деп кетіп қалады. И вот олар мамасынан сұрауының орнына керісінше сұрамай айтқан ғой. Сұрамаған. Маманың қалтасындағы ақшаны ұрлап кеткен. И вот мама келеді. Қалатын уж тексереді, мен білмеймін. Не дегенімді білмей тұрмын. Сосын мама айтты да, ана мен қалатындағы ақша қайда деді, білмейміз дейміз. Бүгін үйге кім келеді деймін, Кәусарлар, мөлдірлер деймін. Сосын мама бірден солардың үйіне барады. Айзере де бар, сол кезде Айзерден солар жаба салады. Ал біз олар емес екеніне көзім жетті, дұрыс біз ол кезде Айзере ол ақшаға ұрлаушы емес, ол ештеңке ұрламайды. Мен оны білем. Ол менің себебі жан құрбым. Сондай құрбым бола. И вот сөйтеді. И одан кейін мен ойланып, кім екен деп ойланып қалам. И вот сол кезде біз сол үйге барамыз. И сол үйде Кәусар мен мөлдір болады. Кетіп бара жатқан жерден ұстап сұраймыз. Олар Айзере біз ұрған жоқпыз дейді. И сол айтпаған үшін біз магазинге барып сұрап көрдік. Сосын Айзерелер болды. Ой, кім болды Кәусарлар. И вот сондай ұрлық болған екен. Ал мен осы суретінде аяқтап та болдым. Вот сондай история. Не историялардың көбін айтамын. Короче, мен пикіме қызды салдым. Қазір мен оның үстін розаға баям. Бұның екінші часть шығады. Пока.